Ibn Umar radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir jamoatga kelib, ularмен кездесуді аяқтаған соң мына дұғаны оқитын. Оны оқымайтын кезі өте аз еді. Яғни ол саллаллаху алейхи ва саллам бұл дұғаны сахабалар үшін оқитын. Үнемі бір мәжілісте болса, осы дұғаны сол мәжіліс аяқталған соң оқитын еді деп, Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва салламның мынадай дұғаларын жеткізеді. Олар Термизиден риуаят етілген сахих хадисте келтіріледі. Бұл дұғаны басынан бастап оқып, мүмкіндік болса, оның мағынасына тоқталып, сонымен сұхбатымызды аяқтасақ. Аллахумма aqsim lana min хашияtika ma tahulu bihi baynana va bayna ma'asik. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Аллахқа дұға етіп, я Аллахым, бізге саған күнә жасаудан тосатын, сондай бір өзіңнен қорқатын иман берген. Сол сен берген қорқу бізді саған күнә істеуден тоқтатып қалсын. Бұл дұға қазіргі таңда біз үшін аса маңызды. Өйткені біздер Құдайдан солай қорқуды жоғалтып алдық. Аллахтың күнә деген нәрселерін ойланбастан, қорықпастан істейтін халге келіп жеттік. Ең қиын жағдайда да Аллахтан қорықпай, білгенімізді қылатын халге түстік. Енді біздер Аллахтан сұрайық: я Аллах, бізге осындай қорқыныш нәсіп ет. Ол қорқыныш бізді саған кіші үлкен күнәлар істеп қоюдан тоқтатсын. Біздерге жаннатыңа алып баратын тағат ғибадат нәсіп ет. Жаннатыңа жеткенімізге дейін саған деген осындай тағат ғибадаттардан бізді алыстата көрме. Я жаратушым, біздерге бұл дүние қиыншылықтары мен азаптарын көз алдымызға арзымайтын етіп көрсетіп қоятындай иман сенімді нәсіп ет. Саған деген сеніміміз, саған деген сүйіспеншілігіміз, сенің нығметіңнен үміт етуіміз, бұл дүниедегі қиыншылықтар мен азаптарымыз өзің беретін жақсылықтарыңның алдында көзімізге арзымайтын болып көрініп қалсын. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhul warisu minna. Біздің тірі уақытымызда көз, құлақ және басқа нығметтерімізді пайдалы істерге, өзіңе сүйікті болған жақсы амалдарға қызмет жасауын нәсіп ет. Және ол амалдарды өлгенімізден кейін біздің пайдамызға істеп тұруын нәсіп ет. Оларды басқа нәрселерге, күпірге, я болмаса дүниеде аз ғана уақыттың ішінде өтіп кететін рахат қызықтарға істететін қылып қоймағын. Вадж'ал сa'рана ala man zalamana wansurna ala man a'dana. Бізге зұлымдық жасағандардан өшімізді алып бер. Бізді дұшпан санағандарға қарсы жәрдем бер деп дұға қылды Пайғамбарымыз. Яғни бізге қысым көрсеткендер, зұлымдық қылғандар өшсіз қалмайды иншалла. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзіне зұлымдық жасағандардан өшін алуға Алладан дұға етіп сұрады. Иншалла осы сөздерді біз де қайталап айтамыз. Иншалла бізге зұлымдық жасағандар осы дүниеде жазасын алады. Вала таж'ал мусибатана фи динина. Дінімізден ажырап қалудан бізді сақта, я Аллахым. Яғни өзіңе мойсынбай, парызыңа нем құрайлы қарап, харам іске батып, дінімізге алыстан қарайтын адамдардан қылып қоймаған. Мейлі, дүние істерінен ажырап қалайық, бірақ дініңнен ажырап қалатын адамдардан қылып қоймаған, я жаратушым. Вала таж'али дуния акбара хаммина вала маблага илмина. Ал дүниені біздің ең үлкен уайымымыз қылып қоймағын. Бар тапқан білімін тек осы дүние проблемаларын шешуге жұмсайтын, тек осы дүние үшін бар тапқан нәрсесін істететін, осы дүниені мақсат қылып, ақыреттерін ұмытқан, мақсаттары тек осы дүние болып қалған адамдардан қылып қоймағын. Я жаратушым, біздің ең үлкен мақсаттарымыз, қол жеткізетін ең үлкен нәрсеміз
тек осы уақытынша өтіп кететін дүние болып қалмасын. Ақиқатты көргенімізде өзіміздің қара басымызды ойлап, ақиқатқа ермей, ақиқатты айтқандарға қарсы шығатындардан қылып қоймаған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дұғасының соңында وَلَا تُسَلِّتْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا бізге мейірімділік, рақымдылық танытпайтындарды, я Раббым, біздің басымызға басшы, сұлтан қылмағын. Я Раббым, бізді рақым етпегендерді басымызға билеуші басшылар қылып қоймағын, деп пайғамбарымыз Аллахтан сұрады. Аллах Тағаладан залым болған, Аллахтан қорықпайтын, Аллах парыз еткенді орындамайтын, Аллах харам еткен нәрселерге бой алдырған, Аллахтан қорықпайтын пасықтарды біздің басымызға әмір басшы етпеуін біз де сұрайық. Я Раббым, бізге рақымшыл, өзімізден болған, саған құлшылық ететін, сенен ұялатын және саған жолығудан үміттеніп, соған дайындалатын кісілерді бізге басшы ет. Сенен қорықпайтындарды, пасық болған, өз халқына зұлымдық қылатын кісілерді басымыздан алып тастағын. Я Раббым, осы пайғамбарың үйреткен дұғаларын өзіңнен сұраймыз, өзіңнен үміт етеміз, және дүниенің түпкір-түпкірінен мазлумдарды құтқаруыңды сұраймыз.